Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді шоко-банан пирожныйын жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керекті өнімдерді атап өтсем, бізге керегі разрыхитель, жұмыртқа, ұн, мына жерде менде 70 грамм сұйық май және 60 грамм сүт және де қант, банан керек болады. Ең алдымен біз осы сүтіміз бен сұйық майымыздың үстіне бананымызды салып қазір блендермен езетін боламыз. Бұл үшеуін. Содан соң разрыхителімізді міндетті түрде ұнға салып араластырып қойыңыздар. Ендігі кезекте жаңағы бананымызды жақсылап блендердің көмегімен бір қалыпты масса болғанға дейін езіп дайындап аламыз. Мінекей бізде осындай масса шығады. Ендігі кезекте бір таза, шұңғыл, құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды салып, миксердің ең қатты жылдамдығында осы массамыз 3-4 есе көтерілгенше қою масса болғанға дейін, әппақ көбік болғанға дейін жақсылап тоқтамай миксерлейтін боламыз. Маған миксерлеуге шамамен 10 минуттай уақыт кетті. Тоқтамай жақсылап миксерлейміз. Мінекей қараңыздар, бізде осындай густой, өте әдемі, әппақ, қою масса шығуы тиіс. Ендігі кезекте жаңағы езіп алған бананымызды осы жұмыртқалы массамыздың үстіне салып, лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай көтере отырып, ақырындап жұмыртқамызды басып алмай араластырамыз. Міндетті түрде астынан жоғары қарай көтере отырып араластырыңыздар. Содан соң жаңағы ұн мен разрыхительді бір араластырып жібереміз де сұйық массамыздың үстіне салып, тағы да төменнен жоғары қарай көтере отырып жақсылап араластырып аламыз. Төменнен жоғары қарай көтеріп араластырудың себебі ұн астына түсіп кетеді де, сол ұнды көтере отырып жұмыртқамыз басылмайтындай араластырамыз. Мінекей бізде осындай пышный, өте әдемі масса шығады. Енді кезекте духовкамыздың противніне осы қамырымыздың барлығын құйып, бір тегіс етіп, жайып дайындап аламыз. Алдын ала осы кезде пешті міндетті түрде 160 градусқа қыздырып қойыңыздар. Міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пешке салып пісіреміз. 150 градус пеште шамамен 20-30 минуттың ішінде пісіп шығады. Біздің бисквитіміз пісіп шығам дегенде кремін дайындап қоямыз. Бізге керек Қазақстан шоколады, қант және қою 25-30% қаймақ керек болады. Шоколадымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Содан соң қаймағымызды бір ас қасықтан салып, осы шоколадты жақсылап араластырып аламыз. Осылай араластырып алғандарыңыз жақсы, өйткені шоколадты қаймаққа қосатын болсаңыздар арасында іртік-іртік болып қалуы мүмкін. Сондықтан да осылай бір ас қасықтан қаймақтың аз бөлігін қосып шоколадқа араластырып алсаңыздар, кремдеріңіз іртік болмай, бір қалыпты болып, өте әдемі болып шығады. Енді осы шоколадымызды қаймақтың үстіне саламыз және де қантымызды салып, осының барлығын жақсылап бір қалыпты масса болғанға дейін араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің крем өте оңай жасалады, бірақ өте дәмді болып шығады. Дайын болған кремімізді холодильникке сала тұрамыз. Бисквитіміз пісіп, толықтай суығаннан соң барып жағамыз. Мінекей достар, біздің бисквитіміз пісіп шықты. Дәл осылай ыстық күйінде формадан шығарып алып, бисквитті толықтай суытатын боламыз. Толықтай суығаннан соң бисквиттің жан жағын кесіп аламыз, бір тегіс етіп, содан соң бисквитті теңдей етіп 2 бөлікке бөлеміз.
Бізде дәл осылай 2 көр шығады. Енді пирожныйымызды жинап бастаймыз. Біздің бисквиттің шетіне арнайы осындай төртбұрышты формамды кигізіп қойдым. Егер жоқ болса, онсыз да жинай берсеңіздер болады. Корждың үстіне креміміздің көп бөлігін салып, аз бөлігін бетіне жағуға алып қаламыз. 4-тен 3 бөлігін осы арасына жағамыз. Креміміздің бір тегіс етіп жайып дайындап аламыз. Кремнің барлығын жағып алғаннан соң екінші коржымызды дәл солай қойып, оның үстіне қалған кремнің барлығын жағып алатын боламыз. Кремді жаққаннан соң міндетті түрде әдемілеп бір тегістеп етіп түзелеп алыңыздар. Содан соң бетіне әсемдік ретінде какао сепсеңіздер болады. Егер какао ұнамайтын болса, шоколадты үккіштен өткізіп сепсеңіздер де болады. Дайын болған пирожныйымызды бір түнге холодильникке салып қоямыз. Мінекей менің пирожныйым бір түн холодильникте тұрды. Енді жан жағын тегістеп кесіп аламыз да, пирожныйды дәл ортасынан 2-ге бөлемін. Содан соң тағы да ортасынан бөліп, жалпы пирожныйды 8 бөлікке бөліп дайындап алдым. Әр кескен сайын міндетті түрде пышақты жуып отырыңыздар. Сол кезде пирожныйларыңыз осындай теп-тегіс әдемі болып кесілетін болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.